Мадира, тағы да сендермен бірге. Достар, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында отмена, яғни бізде бүгін сабақ болған жоқ, және кез келген блогер сияқты біз сендерге видео түсірейін деп шештік. Біз көп ойландық қандай видео түсіретінімізді. Сосын бір кезде бізге инстаграмда дайректке бір сообщение келді. Ол бір қызда болатын. Ол бізге басында жақсы комментарияларды жазған. Сосын бір нәрсе болып қалды, біз білмейміз не. Сосын ол бізге жаман комментарияларды жаза бастады. Ол сендер өзіңше, сендер болып кетіңдер. Сол үшін біз осы видеоны хейтерлерге арнаймыз. Сонымен бүгінгі видеоның атауы хейтерлердің түрі, немесе типі хейтер. Ал сендерге қызық болса, кеттік! Жалпы хейт дегеніміз не? Ол ағылшын тіліне аударғанда жек көру, ұнатпау деген мағынаны білдіреді. Біздің ойымызша хейтерлер үш топқа бөлінеді. Бірінші тип ол фейковый хейтер деп айтуға болады. Өйткені ол саған өте жаман комментарий жазады. Үнемі саған жаман комментарияларды жазады. Бірақ оның страничкасына кірсең, ол жерде 0 публикация, 0 подписчик және жабық аккаунт. Яғни ол аккаунт басқа адамдарға жаман комментария жазу үшін ашылған. Екінші тип ол жартылай хейтер деп айтуға болады. Мысалы, ол бірінші күні осылай жазады. Мадина, сендер өте күштісіңдер, мен сендерді жақсы көрем. Түті жандарым деп жазады. Ал тура сол адам екінші күні осылай. Сендер зазвездились, өзінше болып кеттіңдер. Міне, біз оны жартылай хейтер деп айтамыз. Ол өзі білмейді бізге қандай көзқарасы бар екенін. Мысалы, ол бір күні фанат, ал бір күні хейтер. Ол біз үшін... Үшінші тип ол ең соңғы, ол 100% хейтер. Яғни 100% хейтер. Ол видео жақсы ма, жаман ба, бәрібір оған бәрібір бүкіліне жаза береді жаман комментарийларды. Әрине кез келген адамның өзінің көзқарасы, жеке ойы болады. Біздің де ұнатпайтын блогерлеріміз бар. Бірақ біз оларға тіркелмегенбіз, біз оларға лайк баспаймыз, біз олардың видеолардың астына комментарияларды мүлдем жазбаймыз, жаман комментарияларды мүлдем жазбаймыз, және біз олардың страничкаларыңызға мүлдем кірмейміз. Осыны істеуді біздің хейтерлерімізге де шақырамыз, осылай істеңдер бізге. Егер сендерге біздің видеоларымыз ұнамаса, сендер мүлдем кірмеулеріне болады. Достар, біз ойымызша хейтерлердің мүлдем ешбір мағынасы жоқ. Егер сендер басқа адамға жаман комментарияларды жазсаңда, оның пайдасы мүлдем болмайды. Сендерге ешбір пайдасы келмейді. Сол үшін жаман комментарияларды жазбай. Достар, сендерге тағы да бір мысал келтірейік. Мысалы, ресейлік бір блогер, ол бірнеше жылдың ішінде түсірген видеолар, қаншама уақыт, қаншама локация, қаншама монтаж, соны бәрін мүлдем өшіріп тастайды, жойып тастайды. Оның бүкілі бір сөз үшін, бір хейтер үшін. Достар, осы видео кішкене ойландыратын видео болды деп ойлаймыз. Ал сендермен бірге болған Мадина, Твинс. Бай-бай. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Бай-бай. Хейтер болмаңдар, күшті адам болыңдар.